Biz қақпамыздың екінші бөлімін бастап жатырмыз. Екінші бөлімнің бас тақырыбы топсадан болсын. Сантиметрінде тас тұрады. Тағы 20 сантиметрінде екінші тас тұрады. Сол екінші тас. Но осы әдемі вариант. Кейбір жағдайларда бүйтіп. Сол листің біткен жерін осының ортасы қылып аламыз да. Мынау да дәл сондай жүйе. Бұл да сіздер ме? Былай қиғаш тұрған сызықты. Өгейліктің шетінен былай қарай 5 минут. Сол центрге дейін өлшенеді. Сосын келесі листі кескен кезде уже өлшемі 2 түрлі. Яғни шеге ұрылған кезде ортасына ұрылған жақсы. Ырағаш баратын жерлерін бүйтіп қысып. Орнату кезінде кездесетін жағдайлармен таныстырып жіберейін сендерді. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Ардақты мұсылман қауымы, қалайсыздар, амансыздар ма? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Аллах субхана тағала істеп жатқан істеріңізге береке берсін. Біз қақпамыздың екінші бөлімін бастап жатырмыз. Бөлімдерге бөліп отқанымыздың себептері бар. Екінші бөлімнің бас тақырыбы топсадан болсын. Топсаны алдыңғы бөлімде де айтқан болатынмын. Егер алдыңғы бөлімін көреміз десеңіздер, иншаллах, мен сілтемесін комментарийға бекітіп қойайын. Топсада айтып кететін жағдай, бізде әдетте тас 20 сантиметрді, биіктігі, ұзындығы 40 сантиметр. Сол тасқа бекітіліп шегемен отырғызылады ғой жалпы. Сол шеге қағатын жерде петля тұрады, ұзыншақ темір тұрады. Сол темір арқылы жағаға қабырғаға бекітіледі. Сол осы тұстан түседі, өже жерден түседі. Жоғымен 30 сантиметр. 20 сантиметрінде тас тұрады. Тағы 20 сантиметрінде екінші тас тұрады. Сол екінші тастың ортасына қағылады шеге. Яғни мына топсамыз сол бекітілетін орында тұрған жақсы болады кішкене. Енді оған ешқандай қатысы жоқ, бірақ та сонда да сол орында тұрған әдемілікке де әрі мықтылыққа да әсері бар деп ойлаймыз. Екіншіден, мына топса егер мына топсаның орны құрттай былай секіріп кетіп жатса, ана топсамен салыстырғанда 5 миллиметрге 1 сантиметрге дейін секіріп жатса, оның зияны жоқ. Негізі осы екі топса бір-біріне түзеу жату керек. Мысалы үшін мынау мына түзеу жатыр ма, анау мына шетке ысырылып кеткен, бірақ екеуі қатар жатса, түзеу жатса, онда иншаллах ашылып жабылуына ешқандай әсері жоқ. Тағы бір нәрсе айтатын үшінші мәселе, топсаны приходтаған кезде, міне іш жағынан приходтаймыз да, мына тұсынан, және де қарсы жағында дәл сондай жерінен приходтаймыз. Себебі мына есікті қазір осы приходтаған күйінде ашып көреміз ғой. Мынаны кесіп алып тастаймыз, ашамыз. Егер осы ішкі бетінен дәнекерленсе, ол ашып жапқан кезде қисық жағына қарай екі топса бір-біріне ориентировка алады да, түзеу алады деген ой. Ал егер мына шеттерінен приходталатын болса, онда ол уже түзелмейді. Сол қисық күйінде қалып қояды деген ой. Сол әзірге сол. Баракаллаху фикум. Топсалар осылай дәнекерленді. Топсан сварклеп боласыздар ғой. Сварклеп болғаннан кейін моментально қозғалтуға болмайды, әбден суысын, содан кейін босайды бұл. Мына сварклеп болғаннан кейін топса қызып тұрған кезде ол қалай қалит етіле ма білмеймін, әйтеуір қызып тұрған кезде бұл ауыр қозғалады. Но негізі ауыр қозғалған, сөйтіп қызып тұрған кезде қазір міне уже қатты салмақ болмай ашылып жауып тұр. Дәл осындай салмақты ашылып жауса есеп болады. Бұлқылтап та кетпеген жақсы иншалла. Мына кішкене ту болды, но осы әдемі вариант. Кейбір жағдайларда бүйтіп оңай ашылады, бұлқылдап болды. Иншалла жақсы емес көбіне. Осы ғамне вариант. Енді ортасын белгілей аламыз өзін. Қақ ортасын шығарып, байқаусыздар ма? Ортасында сызық бар, сол арқылы ортасына екеуін дәнекерлік қоямыз. Дәл топсаның өлшемдерін екі шетіне тастаймыз. Өстіп приходқа ұстатып қоямыз иншалла. Сосын араларын осыған қарап қойыла береді. Қақпаның ішкі рамкілері жайлап құрастырылып жатыр, әзірге приходқа ұсталып тұр. Ортасы белгілі осы. Мына тұсынан бір осыған пластинка темір дәнекерлеп, ортасындағы екеуін соған бекітсек,
Mına razmerler soğan qarap şat. Misal üçün 1.45, 1.44, 6 dep kaptallarına gerek ölçümdерdi жазып koyasызlar da, sol arqılı kesip oturguzasızlar. Mına temirde kesken кезде негізгі ішкі размері бар, мына ішімен ар жағындағы дәл сондай түсін өлшеген кезде бір 1 миллиметр немесе 1 миллиметр қосып алсаңыздар, мынау притика әдемі бара қояды. Жаңағыдай салбырап кетпейді немесе жетпей қалып отпайды, сығып әдемі барады иншалла. Мына ортасының зазоры, мына пластинка бар ғой, әуелде кесіліп алған, соның екеуін салып жіберсеңдер де болады. 8 миллиметрге жақын. Екеуін салып жібересіздер. Әзірге сол, қазір ендігі қойылатын темірлер 2 метрлік лист жатады ұзыннан келіп. Сол ұзыннан келген кезде жоғамен осы өртістарға дейін келеді. Сол листтің шекесі жабысу үшін ортаға тағы темірлерден екерленеді. Және листіміз 1 метр болғандықтан оның шеті жоғамен осы өр жерлерге келеді. Ол листтің де шеті соған жабысу үшін оған тағы бұлай қиғаштап тіктеп тағы профиль жібереміз. Сосын дәнекерлеген кезде темірлеріміз бір-бірімен бетпе-бет болып тұру керек. Түсіп кетпеу керек, көтеріліп кетпеу керек. Жағдай барынша бірдей алып қоюға әрекет етеміз. Қақпамыздың осындай дәрежеге дейін шаруасын бітірдік. Бұл жерде айтатын нәрсе, мына жерге бүтін лист кетеді. Мына жарты лист кетеді. Мына жарты кетеді. Соң өлшемдері қалай шығады? Мысал үшін листті қойған кезде лист 1,5 сантиметр былай мініп тұрады өгөлнекке. Негізгі листтің өлшемін алып аламыз. Кәдімгі қолдағы бар листтің. Содан мына жерде метр ұстаймыз да. Со листтің біткен жерін осының ортасы қылып аламыз да. Түсінікті ғой да. Яғни листтің ортасы осы жерге келетін болса, жаңа аяқ жақтан бастап, сонда мына жақтан келетін лист жартылай мінеді. Төменнен келетін лист осылайға жартылай мініп екеу осы қатардағы стойкеден екерленеді. Мына жағында дәл солай, мысал үшін мына жерден бір 5 миллиметр лист мініп тұратын болса, сол жерде метрді ұстаймыз да. Листтің ені бар ғой, сол енінің өлшемін осы ортаға келіп тұратындай дәрежеде есепке аламыз. Сондай жағдайлар. Бүтін лист 2 метрге 1 метр ғой. Мысал үшін былайынан 1 метр, былайынан 2 метр болады. Біреуіне бүтін лист, қалғандарына енді кесіп жарты листтен дәнекерлейміз. Тағы бір айтып кететін зат, дәл осы дәрежеге дейін ешқандай сварка істемейміз. Мысал үшін мына стойканы қойып алып түгел айналдырып сваркалайды деген жоқ та. Себебі мына стойкілер әбден қойып алғаннан кейін приходта салып тұр әрқайсысы. Өйтіп приходқа жақсылап төрт жағынан беріп ұстатып алып, сосын сваркаға отырған жақсы болады. Әрқайсысын бөлек-бөлек дәнекерлесек, профильдің өзі бел беріп тартып кетуі мүмкін. Материалға келетін болсақ, 5 дана профильді труба, 2 дана 63 миллиметрлік өгөнік, 4 топса сірі, 4 лист алып қойдық. Листі белгісіз, енді бірақ қалған материалдардан ауысқан жабдықтар анау. Өгөлнек, профиль, өгөлнек, мына бір көсек ауысты. Так, қақпамыздың негізгі жұмыстарын жасап жатырмыз. Өлшемдерді айттық, жобалап. Топса айтылды, беті. Профильдер әуелде приход бұтырды ғой, сол кезде барлық профильдерін ішкі рамкілерін орнатып алып, содан кейін толық сваркаға отыру керек. Ол айтылған шығар, иншалла. Әрбірін бөлек-бөлекше дәнекерлегеннен бәрін приходтап алып, бір аталап, бір отырған жақсы болады сваркаға. Ілгіштері жасалып жатыр.
штангы 2 мм екен, жоба мен 15 мм бар ма екен. Осы ұстағышы. Оған мынандай 20-лық труба ма екен, мынау диаметрі. Жалпы бір-бірінен ешқандай тіреусіз өтетін осындай материалдардан қақпаның ілгіштерін жасайсыздар. 10 мм сымнан ұстағыш жасадық. Яғни ілгіш көтеріп, угольник бар ғой, угольникке кіріп солай тұрады. Сосын жерге түсіп кетпес үшін қайырып осындай бөлекше ілгіш дәнекерлейміз. Яғни оратын жапқаннан кейін жерге түсіп кетпес үшін ілгіш ілінеді. Және де андай кусок темір дәнекерлеп жібердік. Ол яғни ашқан кезде негізгі ілгіш шығып кетпесі үшін. Осындай және ұстағышын дәнекерледік. Листерін қоймастан бұрын осы нәрселер істеп алған жақсы. Листі ашып жабу қиында, ертең ауырлап кеткесін. Жеңіл уақытында істеп алған. Мынау да дәл сондай жүйе. Бұл да бір білетін жері, мына тірек болатын сымды дәнекерлеген кезде былай тіктеп қойып, дәл соған бағыттап дәнекерлеу керек. Яғни бүйтіп айналдырып бүйтіп жапқан кезде мынау тіреліп жатпау керек. Бүйтіп әбден барып жатқан жеріне соған сәйкестеніп тұру керек. Ар жағында дәл солай ілгіштерін қоямыз бұйырса. Сосын листерін размерін өлшеп кесеміз, Аллах нәсіп етсе. Ілгіштерін жасап болғаннан кейін листі дәнекерлеместен бұрын ілгіштерін істеп алған жақсы. Аударып былай қойып сваркілей беруге оңай болады, жеңіл болады. Листі дәнекерлейтін кезде ең алғашқы топсада зазор қылмау керек. Былай итеріп әбден жатқызып, мына жерден балғалап соған көз жеткізу керек. Немесе ойнамалы болатын болса, мына жаққа өзің әуелде қойған зазорға сай бір темір қыстырып тастауға болады. Мына да солай. Осы зазорларын қарау керек. Мына зазор бәрі теңдей келіп тұру керек, көз жеткізу керек. Асты да солай. Сол листі алып дәнекерлеген кезде осы дәл осы зазорлар сияқты алып ұсталып қалады. Егер лист дәнекерлегенде бір шеті қисықтау болса, былай, яғни озып тұрса, дәл осылай қалып қояды. Сондықтан сол зазорларын бірінші шырт қарап аласыздар. Сосын барып листерді дәнекерлей беруге болады. Топсаның орнына мынау ішкі рамкада орналасқан топса ғой. Оны мынандай 2-2,5 см қылып қайырып қоясыздар. Мына сызықтар қайдан шықты дейтін болсаңыздар, листі негізгі орнына қойып алғаннан кейін шеттері арқылы ориентир жасап сызасыздар. Мына ортасынан сызасыздар, шетінен сызасыздар. Кесіп болғаннан кейін мындай болып киіледі. Мына астыңғы өлігін 7-8 мм 1 сантыға жеткізбей кесіліп жіберіледі. 7 мм-дей кесіліп алып тасталынады. Тамнан қайырлап сонда сондай күйде болады. Зазорға дейін келу керек қой. Міне сызықты көріп тұрсыздар ма? Сол сызыққа листі келсе, сол есеп болады. Қисық жатыр, сол үшін келмей тұр, ол келеді иншалла. Солай листеу жұмыстарының бір білетін жер осы. Қалған иншалла барысында көрсетеміз. Листі қоймас бұрын алдын ала белгілеп аласыздар. Яғни мына шет бар ғой, угольниктің шетінен бері қарай 1,5 см мына сызықтың. Мына сызық 1,5 см-ден сызылған. Листі сол сызыққа дәл үстіне келтіресіздер де, мынаяқтан 5 мм сызылған. Байқап ма? Былай қиғаш тұрған сызықты угольниктің шетінен былай қарай 5 мм. Мына шетінде соған келтіресіздер. Екеуі дәл келіп тұр ғой.
Сөйтіп алдын ала сызып аласыздар. Мына шетіне де дәл солай 5 мм сызып қоясыздар. Сонда сол үш басын сол сызыққа келтіретін болсаңыздар, лист точно жатыр деген мағына шығады. Солай есептеледі листтің дұрыс жатуы. Мыналарда да бар сондай сызықтар. Мынаяқтан 1,5 см, мынада 5 мм. Мындай сызықтар алдын ала сызылып алынса 5 мм. Лист қоятын кезде сол сызықтарға келтіріп қойса, сол есеп болады иншалла. Лист қою процесінде тағы бір айтып кететін нәрсе. Топсаның бойына осындай қысқан кезде 2-3 мм шығатын кардоншаларды бойына қойып жібереміз. Үстіне қоймаймыз, әрине мына лист бар ғой, лист пен профильдің арасына тық қоямыз. Үш жерін дәнекерлеген кезде мына угольник пен листте азғантай зазор болу керек та. Қазір мынада бар. Зазор бар, ана жақтарды байқап отырсаңыздар, ешқандай зазор жоқ. Осы тұсқа келгенде сондай тәртіпті қарап жіберген жақсы болады иншалла. Лист қою жұмыстарын жасап жатырмыз. Жаңадан кесетін этаптан бастап айтайын. Мына кесіп болғаннан кейін сірә орнына отырады ғой. Жаңа зазорларды қараймыз, шетінде болған. Сосын бір лист қойғаннан кейін 4 жерінен прихваттаймыз. Біреуі мына кардон қойған жер зазор үшін, екінші дәл сондай жер. Үшінші сол қол баратын жер, яғни үстінен рогашпен басып отырамыз, немесе жаңа секаш бір ауырлау темірмен басып отырып, қолымызды мына таспен воротының арасында орын бар ғой, сол орынға держакпен барып астынан дәнекерлейміз 4 жерден. Есік ашқан кезде лист салбырап түсіп кетпес үшін. Сосын бірден листтерді қойып тастамаймыз да, қойып тастап саркілемейміз. Біреуін қойдық, арғы шетін қоямыз. Сосын мына орынды қоямыз, жан-жағынан барып дәнекерлей алатындай мүмкіндік қалдырамыз да. Ең соңында уже мына крайний лист жауып, қол барған жерінен дәнекерлейміз. Листі қойып отқанда бірден қойып тастап дәнекерлей бермейді. Қол бармай қалуы мүмкін, жай өзіңнің оңтайлы жағын қалдырып істеу керек. Сосын мынандай зазорлар пайда болып қалуы мүмкін. Қарап, астындағы ішінде профильдері теп-теңді, бірақ мына зазор бар, көрдіңіз бе? Бұндай зазордың үстіңгі жағын егер некрасивый болады деп жатсаңыз, осы жерден өлшеп, мына бұрышқа дейін, ортараққа дейін, көрінбейтін жерге дейін былай қиғаштап сызып, кесіп алып тастауға болады. Немесе тұра берсе де зиян жоқ жалпы. Сосын екі листің бірігетін жерінде бір мына көп болып кетті зазор. Негізі бір 2-3 мм-де азғантай зазор қалған жақсы. Біздің кезекте 6 мм болып кетті. Алына үстіне келетін болса, жасыра астына зазор кетіп қалды, оны секіріп тұр ғой. Ол енді үстінен центровка алып жібереміз да, екеуіне бірыңғай центровканы аламыз да. Мына жерден сол центр, мына жерден сол центрге дейін өлшенеді. Сосын келесі листі кескен кезде уже өлшемі екі түрлі болады. Яғни мына зазорды жауып кету үшін ұзындау болады. 5-6 см мына бөлігі. Мына бөлігі кішкене мынаумен салыстырғанда 5-6 мм-ге де кішілеу кесіледі. Сонда уже шекесі бірдей болып тұрады иншалла. Бұл жерді сөйтіп жауып кетуге болады. Жалпы лист неге өстіп түсетін екенінде әртүрлі көзқарастар бар. Жалпы лист қисық болуы мүмкін. Или енді мынандай үлкен объемға мынандай зазорлар кетуі ол қалыпты жағдай шығар. Кей кезде оңтайлы да түсе қояды. Ешқандай зазорсыз әдемі болып түсе қояды. Бірақ істеліп жатқан істері біртүрлі болғанымен. Сондай бұл жерде солай жабасыз, астында зазорды кесіп тастауға болады, немесе тұра берсе де болады. Листтерін сірә өлшемдермен өлшеп кесесіздер ғой. Бір жағы мынаған мініп тұрады, яғни есік әкеліп мынаған жабылады. Бір жағы осы жартылай қалады ортасында. Листтерді
мындай шетке көп мінгізбеген жақсы, яғни өзінің негізгі профилінен көп шығарып жібермеген жақсы да. Мықтарға кейбіреулеріне ортасына дейін шығарып жатады. Мынандай зазор бар, ол алдағы уақытта ұры ұрып қисаюы мүмкін да. Сондықтан да минимальный 1 санты 2 миллиметр немесе 1 сантиметр 5 миллиметр қалдыруға болады. Достар, қақпамыздың шаруаларын толық болдық. Толық болдық деуге де негіз бар, азғантай шаруалар қалды. Негізгі шаруалары бітті. Листерін дәнекерледік. Жерде әуелде айттым, жатқан күйінде листерді орын-орнына қойып приходқа ұстатып аласыз. 2-3 жерінен приходтағаннан кейін, осындай қылып түрегелткеннен кейін листер салбырап түсіп кетпес үшін де тек сондай дәрежеге дейін дәнекерлеп алсаңыздар, сосын түргелтіп қойып, артынан біреу итеріп жүреді. Бер жағынан сваркілеп жүресіздер. Жалпы рагаш алып алған жақсы, мынандай рагаш баратын жерлерін бүйтіп қысып дәнекерлей береді. Мына бармайтын жерлерін сірә теріс айналдырып жіберіп, арқасынан біреу итеріп жүрсе, ар жағынан дәнекерлеп жүреді. Сосын топсаң орындарын дәнекерлеп тазалап жібересіздер. 10-15 сантиметрден приходтап шықсаңыздар болады. Және мына темірді отырғызатын кезде, темір деген шеге ұрылатын темір ғой, бүйтіп тұратын. Осыны отырғызған кезде өлшемі бар да. Мына жерге тас, мынау негізі астында отыратын, бетонға отыратын жері болса, содан 30 сантиметрге жерге дәнекерленетін ортасы 30 сантиметр жерге келуі керекті. Себебі бізде әдетте үйлерде тасты деген осындай 20-40 өлшемдегі тастармен қаланады. Сол кезде мынау уже 20, мынау 20 болса 40 сантиметр, 30-ы ортасы болады. Яғни шеге ұрылған кезде ортасына ұрылған жақсы. Шетке кетіп қалмайды мындай жерлерге. Сол жаңа петляны дәнекерлеп атқан кезде осы есепті еске алсаңыздар болады. Ортасына кірсе жарылмайды деп отқаным ғой. Кейбір жағдайларда мына шетінен ұрған кезде тас вообще жарылып кетеді. Тағы 2 жұмыс болады сонымен. Осындай шаруа, достар. Және арнайы дәнекерлеушілер отыратын кез келген топтарға бөлсеңіздер болады, пайдалансын. Үйде сварка істейтін жігіттерге жіберсеңіздер бірталай пайда алады деп ойлаймын, иншаллах. Баракаллаху фикум. Достар, қақпамызды орнаттық. Жалпы ойдағыдай шықты. Орнату кезінде кездесетін жағдайлармен таныстырып жіберейін сендерді. Так, бірінші рамка қойылады. Есіктері бөлек тұрады сірә. Рамканы қоясыздар. Рамканы қойған кезде үстіне 2 шекелдіріледі. Мына қапталына сына жеріне бір 2 шекел текелдіріп қояды, әбден батырып ұрылмайды. Тек мына есікті әкеліп қойған кезде бері қарай түсіп кетпейтіндей дәрежеде қағылып қойылады. Себебі есікті ашып жапқан кезде астынан үстінен зазор қарайсыздар ғой. Жабылған кезде қажақ қалмау керек, асты тек қалмау керек деген сияқты. Егер есікте диагональ болмаса, я асты, я үсті тек болады. Сондықтан да бірінші қадап алып, есікті жауып, ішінің астының зазорларын кейілтіріп, астынан бүйтіп өгөнлектерді монтировкамен қайырасыздар ғой. Көтіне ақ көтеріледі, ақ түседі деген сияқты. Сол арқылы зазорларын қарап, әбден жақсы болғаннан кейін бір шетін сығып ұрып тастайсыздар, немесе астарын ағаш тығып немау сияқты. Зазор келгеннен кейін астарына ағаш ұрып, ұстатып қойып, шегелерін қағып, шегелерін орындарын дәнекерлеп кетуге болады жоқ. Сосын ілгіштер сірә дәл орнына бүйтіп ілгішін аяққа келе қоймайды, ол ортасына келеді. Сондықтан өстіп кесіп алып тастау керек. Тоғында өлшемі белгілі шығар. Жауып қойып ілгіштерді бүйтіп бұрап өлшемі шығарып аласыздар. Қазір алхамдулилля жақсы сауылып тұр. Тек ағашын кішкене ой жіберу керек енді.
aslı elinde. Üstüde elnet biraz sana ağaç var mı? Tövbesinde soğan direkt kaptırır. Elmedir. Sana ağaç dikişken koy jirsek, ne kötülük elnet çıkar inşallah. Da jarılıp dur. Aslı eli öldür. Üstüde tarafı bu da. Elnet var ağaç direkt kaptı. Adam balak iz yatır o sıcırdı. Oy şükürük. Bulan ketken materiallar öyle biz profil turuğa gitti dep kaç aytkan ekenmiz. Жалпы 4 profilde turuğa 4 list 2 ogolnik sosun өлгүчтери бөлөк го. Эсептеле берет. Өлгүчтерин 15тик тургудан да жасап жиберсеңиздер болот. Ушундай какпаныңыз колдоруңузга курастырсаңыздар болот. Алла субхана таала істеп жатқан істеріңізге береке берсін. Мұсылман қауымда тек жақсылықты сақтап қойсын. Мұсылмандар өзінің неғматтап жүрген Алла субхана таала сезіндіріп қойсын жүректеріне. Баракаллаху фикум.